Ассалаумағалейкум достар, сіздермен ауылдағы гараж жарнасы кабанның ішкі жағына өттік. Обшивкаларына бояу керек. Мынау қоңыр қараға бояу керек. Қазір мыналарды шешіп тастаймыз. Ручканы, мына ағаштарды, мына жүнді де алып тастаймыз. Сосын тазалап, мерломен шкургілеп бұйырса крас етеміз. Сосын мына пароктағы мынау қызыл ма қандай мынаған бояу керек, мынандай түске. Онда краскасына кеп қойдық, матовый болады. Сонымен бұйырса бояп, кептіріп жинаймыз бұйырса. Бұйырса соңғы фишкасы қалды. Мына жерде жазу тұрады. Бүйтіп көштадым. Басқа вариант таппадым. Қазір осы аралыққа жазуды жабыстырып шығатын болам. Алдыңғысы да өзі мына жаққа жақында отырып еді. Мына жағында көбірек, мына жағында аз қалған. Қазір жабыстырып көреміз. Вроде нормальный шыққандай. Мына екі бірақ сәл қисық тұрғандай болып тұр, өзіме білмеймін деймін. Бұйырса дайын болды. Полный жинап қойдық. Салоны мынандай болды. Почти жаңадай. Мынау да қоңыр ма қызыл болатын. Бұл да сары болды. Мынау да әбәден болып қалды міне. Ксерал көпті емес, аз емес, жақсы ол. Әдемі көрініп тұр, көзге камераға енді көріне ме, көрінбей ме. Көк болып тұр. 1 литрға 25 грамм ксералдан қосып едік. Жалпы осымен бұйырса бітті. Ұзаққа созылған кабанды да бітірдік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.